Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математикадан жаңа тақырып ақиқат немесе жалған пікірлер құру деп аталады. Бүгінгі сабақта сендер ақиқат немесе жалған пікірлер құруды және оларды ажыратуды үйренесіңдер. Балалар, ендеше оқулықтың 39 бетін ашып қойыңыздар. Онда бірінші тапсырма бар. Мына сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? Алдымен пікір дегеніміз не? Сол туралы азғана мәлімет алайық. Жалған немесе ақиқат екендігін тура нақты айтуға болатын сөйлемді пікір деп атаймыз. Пікірлер екіге бөлінеді. Шындыққа жанасатын немесе қате пікір болады. Дұрыс пікірлер математикада ақиқат пікір деп аталса, ал қате тұжырымды математикада жалған деп атаймыз. Қанекей, енді әрбір сөйлемдерді жеке-жеке талдайық. Қандай шуақты күн? Бұл балалар пікірге жатпайды. 102 мен 4 санының көбейтіндісі 408-ге тең. Бұл пікірдің біз жалған немесе ақиқат екендігін айта аламыз. Демек, бұл пікір. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Бұл әрине сұрақ. Астана Қазақстан Республикасының бас қаласы. Ақиқат пікір, солай ма балалар? 8 жұп сан. Бұл да пікір. Ай, жер серігі пікірге жатады. 3 пен 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Пікір. Сіз театрға бардыңыз ба? Өтінемін, маған кітап алып келіңізші. Бұлар пікірге жатпайды. Түсінікті ме балалар? Енді пікірлерді ажырата аласыңыздар деп ойлаймын. Енді олардың қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екендігін үйренеміз. Ол үшін балалар тағы да бір ауызша жаттығуға келейік. Номері 2 тапсырма 39 бетте. Бұл тапсырмада балалар пікірлердің ақиқат немесе жалған екендігін анықтауымыз керек. Балалар, табиғат аясында демалу мәдениеті туралы есеп бұл. Енді суретке назар аударайық. Нелерді көріп тұрмыз? Сол суретке қарай отырып, табиғат аясында демалу мәдениеті туралы мына пікірлердің жалған немесе ақиқат екенін анықтауымыз керек. Қанекей, бірінші А сөйлемге қарайық. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болады. Әрине, болмайды, артымызды жинап кетуіміз керек, керісінше, солай ма? Демек, бұл жалған. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Бұл да жалған. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Әрине, ән салуға болады. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Бұл жалған. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет емес. Бұл дұрыс па, балалар? Әрине, бұл жалған. Табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Дұрыс пікір, яғни ақиқат. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Жалған. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Ақиқат. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Жалған пікір. Мінекей, көрдіңіздер ме? Жалған немесе ақиқат пікірлерді анықтау үшін бұл сөйлемдердің мағынасына зер салып қарауымыз керек екен. Балалар, номері 3 тапсырма 40 бетте. Суретке қарайық. Пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтауымыз керек. Қанекей, алдымен суретте нені көріп тұрмыз? Кімдердің бейнесін көріп тұрмыз? Олар не істеп отыр? Соған назар аударайық. Ал енді пікірлерді ажыратайық. Суретте табиғат аясында демалыс бейнеленген. Әрине, бұл ақиқат.
Суретте отбасының ас үйде тамақтануы бейнеленген. Жоқ, бұл жерде ас үй емес, демек жалған. Суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Жалған. Табиғат аясындағы отбасылық демалыс бейнеленген. Бұл ақиқат. Енді балалар осы тапсырманың ә бөлігінде өзің сурет бойынша ақиқат немесе жалған пікірлер құрастыр дейді. Мысалы, суретте қар жауып тұр, ауа райы салқын десек, бұл жалған пікір ойластырғанымыз солай ма? Күн жайма шуақ, көктем мезгілі десек, немесе жаз мезгілі десек, бұл да ақиқат пікір. Міне осындай көптеген пікірлер құрастыруға болады. Ал енді балалар, номер 4-ші тапсырма. Бүгін бізде ауызша тапсырмалар өте көп. Кәнеке назар аударайық. Балалар, Сырым мен Әлия топтағы оқушылардан табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Кестеге пайдаланып, ақиқат немесе жалған пікірлер құрастыр. Кәнеке, алдымен Айшаға қарайық. Айша нені ұнатады екен? Ол тауға шығуды ұнатады, және жидек теруді ұнатады, және қайықпен серуендеуді ұнатады. Айшаға байланысты бір жалған пікір ойлайық. Айша балық аулауды ұнатады десек бола ма? Бұл жалған пікір. Егер балық аулауды ұнатса, онда Сырым мен Әлия бұл жерге плюс таңбасын қою керек еді. Түсінікті ме? Мінеке осылайша анықтаймыз. Жандосты қарайық. Жандос нені ұнатады екен? Жандос атпен серуендеуді, суға түсуді, балық аулауды ұнатады. Енді Кәусарға байланысты бір жалған пікір ойлайықшы. Кәусар тауға шығуды, гүл теруді, қайықпен серуендеуді ұнатады. Енді былай десек, Кәусар тауға шығуды ұнатпайды десек, онда біз жалған пікір ойластырғанымыз. Кәусар бізде тауға шығуды ұнатып отыр. Түсінікті ме? Мінеке осылайша Ержанның, Айманның, Сұлтан мен Әминаның пікірлері қай жерге шығатындарын, қалай серуендеуді ұнатындарына қарап, ақиқат немесе жалған пікірлер ойластыра қойыңыздар. Кәнеке балалар, бізге мынадай есептер таныс па? Номері 5-ші тапсырмада бұл жерде көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты немесе кубына айналдырып, өрнектердің мәнін есептеуіміз керек. Кәнеке балалар, бұл жерде біз үлгіге қарайық. Яғни 7 көбейту 7 дегенді біз 7-нің кубы етіп аламыз. Яғни 3 рет көбейткен. Оны есептеу үшін 7-ні 7-ге көбейтеміз. 7 49. 49-ды 7-ге бағандап көбейтіп аламыз. Одан соң 343 деп мәнін жазып қоямыз. Енді квадраттарға қарайық. Мысалы, 10 көбейту 10 дегенді 10-ның квадраты дейміз. 10-ның квадраты дегеніміз 10 көбейту 10, яғни 2 рет көбейту. Бұл жерде 100 болды. Қалған бөліктерін өз бетіңізбен шығара қойыңыздар. Енді ә бөлігіне қарайық. Бұл жерде көбейткіштердің квадраты мен кубын көбейтінділермен алмастырып, өрнектердің мәнін есепте. Бұл керісінше балалар. Бұл жерде 7-нің кубы қосу 457 деп тұрса, біз 7-нің кубы дегенді керісінше жіктеп жазамыз. 7 көбейту 7. Үлгіге қарайық. Яғни 7-ні 3 рет көбейткенде үстіне мәнін жазып қойдым. 343. 343-ке 457-ні қосамыз. Өрнектің мәні 800-ге тең болды. Мінеке, осылайша 10-ның квадраты дегенді 10 көбейту 10 қосу 671 дейміз. 10-ды 10-ға көбейткенде 100, 100-ге 671-ді қосамыз. 771. Осылайша есептейміз.
Номер 6 тапсырма бұл балалар құрама есеп, яғни 2 немесе 3 амалмен шығарылатын табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Кәнеке алдымен шарттың құрайық. Яғни табиғат аясында демалушыларға арнап бірнеше спорттық ойындар түрлері ұйымдастырылған екен. Волейболды ойнаушылар 36 адам, ал футболды ойнаушылар одан 2 есе артық, 36-дан 2 есе артық, яғни 36-ны 2-ге көбейтеміз. Көрдік пе? Енді эстафета ойындары волейбол мен футболға бағытқа қараймыз, стрелкаға. Волейбол мен футбол қанша болса, сонша дейді. Демек, біз 36-ға қосамыз, футболды таптық, 72 болды, мінеки соның мәнін табамыз. Сонда эстафета ойындарына қанша адам қатысқандығы белгілі болады. Енді бізден сұрайды, спорттық ойындарға барлығы қанша адам қатысты дейді. Барлығын табу үшін біз әрине волейболды, футболды, эстафеталық ойындарды қосуымыз керек. Мына жерде эстафеталық ойынның мәнін тауып алыңыздар да, мына жерге қоя қойыңыздар. Сонда спорттық ойындарға барлығы қанша адам қатысқандығын табасыңыздар. Балалар, құрылымы күрделі теңдеулерге назар аударайық. Бір үлгісін шығарып көрсетемін қазір. Балалар, бұл жерде 4 көбейту 6 деген жақшаның ішін бірінші орындап, оның мәнін жоғары жазып алдым. Одан соң 148-ден 52-ні азайтып, оның да мәнін 96 деп, осылайша карандашпен үстіне жазып қойсақ, жай қарындашпен. Сонда оңайырақ болады. Енді сонда екінші жолға x көбейту 24 тең 96 деген өрнек шықты. X тең 96-ны 24-ке бөлеміз, x тең болады 4-ке. Ал осы екіншісін осы үлгіге қарап, өз бетіңізбен шығара қойыңыздар. Балалар, номері 6 тапсырманың ә бөлігін, яғни құрама есептің ә бөлігін өз бетімізбен шығаруға, яғни оқу тапсырмасына, үй тапсырмасына беріп отырмын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.